Түн сәбидің жылағанын естігенде елегізіп оянған Жайна далаға шығып кеп орнына жатты. Қанша тырысса да дөңбекшіп ұйықтай алмады. Үнемі құлағына бірде сәбидің күлкісі, кейде жылағаны жақын жерден естілетін сияқты, түрлі ойлар мазалай берген соң, құлағына құлаққап киіп, музыка тыңдап жатып ұйықтайтын болды. Оның осы күйде жүргеніне 10 жылдай уақыт болған. Мектепке асыққан Байжамал Жайнаға үйде жасалу керек жұмыстарды тізбектей жөнелді. Майраның кашасын бер, әкеңнің топлиын сүртіп қой, түске қарай картошка ашып суға сала сал. Далаға безілдей бермей Майраға қарап үйде отыр. Сабағыңды қайтала, Бұл Жайнаның жылы 12 ай еститін үйреншікті сөздері. Ол үйдің үлкені. Өзінен кейін 2 сіңлісі бар. Мектепте озат оқушы бола алмаса да, қолынан келмейтіні жоқ. Тіпті пешке нанда жаба беретін. Анасы күндіз жұмыста. Әкесі бір дүкейдің шопыры. Сабақта болған уақытынан басқа кезде Жайна осы үйдің отымен кіріп күлімен шығатын жалғыз жан. Майра мен Асылайдың тамағы, кір қоңы, үйдің тазалығы, қора тазалау тағысын тағы Жайнаның мойнында. Ес білгелі анасының команда берумен шапқылап жүргені. Әкесі Сапар Жайнасын ерекше жақсы көреді. Әй, Байжамал, менің Жайнамды жұмсай бермей өзің істе. Қаршадай қызымды әбден титықтатып біттің деп зекіп алатын. Оны тыңдар Байжамал бар ма? Неменеге жақтай қалғансың? Істесе үйренсін деймін. Оның несі жаман деп ернін сылп еткізер еді. Шынымен де Байжамал Жайнаны шамадан тыс жұмсағыш. Онысы өзіне білінбейді. Неменеге жақтай қалғансың? Істесе үйренсін деймін. Оның несі жаман деп ернін сылп еткізер еді. Шынымен де Байжамал Жайнаны шамадан тыс жұмсағыш. Онысы өзіне білінбейді. Көршілері де, жақын туыстары да талай айтып еді. Шаруаларың болмасын, өзім білем. Өз қызым деп олардың аузын жауып тастады. Өзінің шаруаға онша қыры жоқ әйел. Біреудің ерке тотай қызын алдың деп Сапардың анасы, марқұм жиі айтушы еді. Тек жұмыс деп жүре беретін. Мектепте мұғалім болып істейтін Байжамал, бос уақытында да қатырып ештеңе істемеген. Жайна өскен соң майшелпектіктен жақсы болды. Айтқызбай ақ үйдің бар шаруасын дөңгелетіп отыр. Сырғыған уақыт жеткізер ме? Жайна бой жетіп, мектеп бітіріп, оқуға кететін уақыты да таяп қалды. Өзі әкесіне ұқсаған хас сұлудың өзі дерсің атына заты сай бой жеткен. Сіздерден көп қолдау күтемін.